Ал саламатсыздар ма оқушылар мен ата-аналар. Бүгін біз әрі қарай қазақ тілі 1-ші сынып оқушыларына арналған сабақтарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз таңертең. Таңертең утром ішемін. Яғни біз сұйық заттарға ішемін қолданамыз. Яғни мен сүт ішемін, мен шырын ішемін, мен айран ішемін. Жеймін ол қою заттарға, яғни ем кушаю. Мен нан жеймін, мен ботқа жеймін. Мен шұжық жеймін. Келесі, яғни осы тақырыпты нығайтуға сұрақтар қойылған. Мен таңертең сүт ішемін, ботқа жеймін. Мен таңертең шырын ішемін, мен таңертең ботқа жеймін. Мен таңертең нан жеймін. Ал қайталайық. Екінші сабақ. Таңертең. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала, оқы. Сүт, шырын, ботқа, нан. Мен таңертең сүт ішемін, ботқа жеймін. Ал енді өздеріңіз қайталаңыздар. Мен таңертең сүт ішемін, ботқа жеймін. Ал келесі тапсырмамыз тыңдайық. Екінші тапсырма. Тыңда, қайтала, толықтырып оқы. Мен таңертең сүт ішемін. Мен таңертең шырын ішемін. Мен таңертең ботқа жеймін. Мен таңертең нан жеймін. Ал енді өзіміз оқиық. Қайталайық. Мен таңертең сүт ішемін. Мен таңертең шырын ішемін. Мен таңертең ботқа жеймін. Мен таңертең нан жеймін. Енді келесі тапсырма, 4-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер, өз ойыңды айт. Сен таңертең не ішесің? Сен таңертең не жейсің? Осы сұрақтарға өздеріңіздің жауабын комментарий ретінде осы видеороликтің астына қалдыруларыңызды сұраймын. Келесі біздің бүгінгі өтетін әрпіміз ү дауысты дыбыс. Тыңдайық. 5-ші тапсырма. Ү дыбысы мен әрпі. Ү дауысты дыбыс. Үй, үш, күн. Сенің атың кім? Менің атым Үсен. Ал қандай сөз жаттадық ү дыбысынан басталатын? Үй, үш, күн. Молодец. Енді есте сақта. Сұрақтар мен суреттерді сәйкестендір. Кім? Кім деген сұраққа нелер жауап береді? Кімге қоя аламыз? Кім деген сұрақ әрине ол адамдарға қойылады. Дұрыс. Не? Ол бізде үймен сәйкес келеді. Неше? Үш. Дұрыс. Қандай? Ыстық. Қандайға біздің күніміз сәйкес келеді. Ал бүгінгі сабақта бір қайталайық, яғни пысықтайық. Бүгін біз өткен жаңа сөздер таңертең, утром, ішемін, пью, жеймін, ем кушаю. Және де осы видеоның астына сіздер
Сендер қандай таңертең не ішесің? Сен таңертең не жейсің? Соған жауап жазуларыңызға болады. Ал осымен осы тақырыбымыз бітті. Келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.